Сәлем достар, бүгінгі сабақта Устинова кітабының 8-9 бет бойынша бөлшекті ықшамдау дәрежемен жұмыс бойынша есептер шығаратын боламыз. Яғни 8 және 9 бет бойынша А және Б тобындағы 15 есеп шығаратын боламыз. Осы есептерді бірінші есептен бастайық. Бірінші есеп, яғни тең болады. Бірінші есепті, яғни жіктейтін болсақ, 7-нің 8 дәрежесі көбейтілген 49-ды минус 2 дәрежесі дегеніміз 1 бөлінген 7-нің 4 дәрежесі болады. Себебі мысалға алатын болсақ, 1 бөлінген минус 2 дегеніміз 49-ның 1 бөлінген 49-ның квадраты, ол дегеніміз 1 бөлінген 7-нің квадраты көбейтілген 2-ні береді. Демек, 7-нің 4 дәрежесі болады. Көбейтілген 5-нің 4 дәрежесі қосылған 7-нің квадраты көбейту 5-нің 3 дәрежесі 125 дегеніміз. Көбейтілген 5-тен 1-дің минус 1 дәрежесі дегеніміз 5 көбейту 5-тің өзі болады. Яғни бөлшек өзгерді. Және бөлшектің бөлімінде 7-нің 4 дәрежесі көбейтілген 5-тің 4 дәрежесі. Көбейтілген 7-нің минус 3 дәрежесі. Минус 3 дәрежесімен 7-нің 4 дәрежесі кетіп 1 дәрежесі алады 7-нің. Мұнда, яғни бөлшектің алымында 7-нің 8 дәрежесімен 7-нің 4 дәрежесі қысқарып, 7-нің 4 дәрежесі алады мұнда. Осыдан шығатын қорытынды 5-нің 4 дәрежесін жақшаның сыртына шығарып жіберетін болсақ, 7-нің 4 дәрежесі қосылған, мұнда 5-нің 3 дәрежесімен 5 көбейтіліп, 5-нің 4 дәрежесі 7-нің квадратын береді. Бөлшектің бөлімінде 5-нің 4 дәрежесі көбейтілген 7. Демек, одан шығатын қорытынды 5-нің 4 дәрежесі қысқарады. Бөлшектің бөлімінде 7-нің шығарып жіберетін болсақ, 7-нің кубы қосылған 7. Бөлшектің бөлімінде 7. 7-нің 7 қысқарады. 7-нің кубы мен 7-ні көбейтетін болсақ, нің кубы 343 тең, қосылған 7 тең болады 350. Демек, есептің жауабы 350. Келесі есеп. Екінші есеп бізде. Бөлшектің бөлімі 13-нің квадраты деп алсақ, көбейтілген 2-нің кубының 4 дәрежесі, яғни 8 дегеніміз 2-нің кубына тең 4 дәрежесі, және көбейтілген 2. Себебі мынау 2 мен 4 көбейтіледі. Бөлшектің алымында 2-нің 19 дәрежесін жақшаның сыртына шығарып жіберетін болсақ, 3 көбейтілген 2 қосылған 7 көбейту 52. Екінің 19 дәрежесі, бөлшектің бөлімінде 13-нің квадраты көбейтілген 2-нің
24 дәрежесі болады. Бөлшектің алымында 3-ті 2-ге көбейтсек 6, 6-ны 7-ге қоссақ, яғни 13. Демек 2 көбейтілген 13 көбейтілген 50 2-ге тең. 13 пен 13 қысқарады, квадрат қысқарады. 2-ның 24 дәрежесі мен 2-ның 19 дәрежесі қысқарып, бөлшектің бөлімде 13 көбейтілген 2-ның 5 дәрежесі қалады. Алымында 52. 2-ның 5 дәрежесі дегеніміз 32-ге тең. 52 бөлінген 13 көбейту 32. Одан шығатын қорытынды 32 мен 52-ні қысқартатын болсақ, 4-ке бөлсек 8, 4-ке бөлсек 13 болады. 13 пен 13 қысқарады, 8-ден 1 қалады. Есептің жауабы шықты. Келесі есеп. Үшінші есепте, яғни түбір астында 3 жазып қойсақ, бөлшектің бөлімінде бөлшектің алымында 3 дәрежелі түбір астында 3 және түбір астында 3-дің квадратын 4 дәрежелі көбейтілген, яғни 6 дәрежелі 3-дің 4 дәрежесі. 6 дәрежелі түбір астында 3-дің 4 дәрежесі болды. Енді қысқартатын болсақ, мұнда 3 дәрежелі түбір астында 3 жазып қойсақ, көбейтілген түбір астында 3 көбейтілген 3-дің, яғни 4 пен 6 қысқарып, 3 дәрежелі түбір астында 3-дің квадраты қалады. Бөлшектің бөлімінде түбір ас 3 пен түбір ас 3 қысқарады, яғни 3 дәрежелі түбір ас 2 көбейтіліп 3-дің кубы береді. Ол дегеніміз 3-ке тең. Мұнда 2 көбейтіліп 3-дің кубы береді. Төртінші есеп. Төртінші есепте, яғни мұнда 27-ні 3-дің кубының бөлінген 8-ден 3 дәрежесі деп жазсақ болады. Көбейтілген 40-ты 40-тың 3-тен 1 дәрежесі деп жазсақ болады. Көбейтілген 2-ның 4-тен 2 дәрежесі деп жазсақ болады. Көбейтілген 3-дің 8-ден 5 дәрежесі деп жазсақ. Себебі 5 алымына жазылады, түбірдің дәрежесі бөлшектің бөліміне жазылады. Енді бөлшектің бөлімі 5-тің квадратының 6 дәрежелі түбір астында 5-тің квадраты көбейтілген 2-ның 2-ден 1 дәрежесі. Енді қысқаратындарды қысқартсақ, 3-дің 8-ден 5 пен 3-дің 8-ден 3 дәрежесі қосылады. Көбейту болғандықтан 3-дің 8-ден 8 дәрежесі болады. Көбейтілген 2-ның 4-тен 2 дәрежесі дегеніміз 2-ның 2-ден 1 дәрежесі азайтылған 2-ның 2-ден 1 дәрежесіне. Екеуі қысқарып кетеді, яғни көбейтілген 40-ты 5 көбейту 8 деп алсақ, яғни 5-тің 3-тен 1 дәрежесі азайтылған 3-тен 1 және де 8 дегеніміз, яғни 2-ның кубына теңе 3-тен 3 дәрежесі болады. Демек, мұнда 1 болды, мыналар қысқарып 1 болады. Мұнда 3 болады. 3 көбейтілген 2 тең болады бізде 6-ға. Есептің жауабы шықты 6. Келесі есеп.
Бесінші есепте бізде мына бөлшекті өрнектейтін болсақ, 8 қосылған 56-ны 4 көбейту 14 деп алсақ болады. 4 көбейту 14-тен, яғни 4-тен 2 турасын шығып кетеді, 14 қалады. Яғни турасында 56 дегеніміз болады. 4 көбейту 14-ке тең. 2 сыртқа шығып кетеді, турасында 14 қалып кетеді. 2 болып шығады 4-тің турасында. Көбейтілген 1,15-тен 0,25, 4,25-ке қоссақ 3,7-ге тең болады. Бөлшектің бөлімінде турасты 2, турасты 2, яғни 2-ге көбейтетін болсақ, әрқайсысының турасында 14 қосылған турасында 16. Турасы 16-тан 4 шығады, қосылған турасында 14. Мұнда жақшаның сыртына 2-ні шығарып жіберетін болсақ, 2 көбейту 1,7, 4 қосылған турасында 14. 2 жақша қысқарады бөлшектің бөлімі. 1,7-ні 2-ге көбейтетін болсақ, 3,5-ке тең болады бізде. Келесі есеп. 6-шы есеп. Турасы 45-ті 9 көбейтілген 5 деп алсақ. 9 көбейтілген 5 дегеніміз, яғни 9-дан 3 шығады, турасында 5 қалып қояды. Минус 20-ны 2 турасында 5 деп алсақ болады. Яғни 4 көбейту 5-ті, яғни турасында 20 дегеніміз 4 көбейту 5 одан шығады. 2 турасында 5. Ал турасында 45 дегеніміз 9 көбейту 5 одан шығады. 3 турасында 5. Яғни 9 жасты шығып кетеді, мұнда 4 шығып кетеді. Турасты 12-ні, яғни 2 турасында 3 деп алсақ болады. Қосылған 75-ті 25 көбейту 3 деп алсақ, 5 турасында 3 қалады. Көбейтілген 7 турасында 3. Бөлшектің бөлімінде турасы 5, қосылған 180-ді, яғни 20 көбейту 9 деп алсақ. Одан 3 шығады, турасында 20 қалып қояды. Енді ары қарай шығаратын болсақ, 3 турасты 5 пен минус 2 турасты 5 бізде турасты 5-ті береді. Көбейтілген 7 турасында 3, көбейтілген 7 турасында 3. Бөлшектің бөлімінде, яғни турасында 5, 20 дегеніміз 4 көбейтілген 5-ті береді. Одан 2 шығады, қосылған 6 турасында 5-ті береді. Демек, тең болады. 6 турасында 5 пен турасында 5-ті қосатын болсаң, 7 турасында 5. Мұнда 7 мен 7-ні көбейтсең 49, турасы мен турасы көбейтетін болсаң 3 болады. 49 көбейтілген 3, көбейтілген турасында 5. Турасы 5 пен турасы 5 қысқарады. 7 мен 49 7-ге қысқарады. Тең 21 қалады. Келесі есеп. 7-ші есеп бізде. Яғни бөлшекті ашатын болсақ, а минус бұның квадратын ашатын болсақ, 4 азайтылған 4 турасында 5 қосылған 5 болады. Ал бөлшектің бөлімінде а минус б, а плюс б-ға тең. Бұл дегеніміз 9, 3-дің квадраты минус мына бөлшектің, мына өрнектің квадраты деп аламыз. Яғни 4 турасында 5. 4 дәрежелі турасы, яғни турасында 2 дәрежелі турасында 5 болады. Бұдан шығаратын қорытынды. Мұнда 4 пен 5 қоссақ 9, азайтылған 4 турасында 5, 9 азайтылған 4 турасында 5. Тең болады 1-ге. Келесі есеп. 8-ші есеп. 8-ші есепті қалай шығарамыз?
бөлшектің бөлімін жақшаның ішін ашып көрейік. А минус b-ның квадратымен 3, 3-тің квадраты 3 болады. Азайтылған 2 түбірінің астында, яғни 3 көбейтілген және де 4 дәрежелі түбір астында 45. Қосылған түбір астында 45. Бөлшектің алымын сол күйінше жазып қойсақ. Енді бөлшектің бөлімінен 3-ті жақсан сыртына шығарып жіберетін болсақ, 45-ті қалай алсақ болады? Біз 3 түбір астында 5 деп алсақ болады. Себебі 45 дегеніміз 9 пен 5-дің көбейтіндісі. Яғни 3 түбір астында 5 кетеді. 3-ті жақсан сыртына шығарып жібердік. 1 азайтылған. Мұнда да дәл солай болады. Яғни мұнда 4 дәрежелі түбір асты болғандықтан түбір асты 3 көбейтілген түбір астында 5, яғни 4 дәрежелі 5. Мұнда осыны береді. Түбір асты 4 дәрежелі 45 дегеніміз, себебі 45-дің 4 дәрежесі тең болады 4 дәрежелі түбір астында 45-ті, яғни 9 көбейту 5 деп алсақ, 9 дегеніміз, яғни 3-тің квадраты деп аламыз. Ол дегеніміз түбір асты 3 қалып кетеді, көбейтілген 4 дәрежелі түбір астында 5. Енді одан шығатын қойдым. Осымен түбір асты 3 пен мынау қысқарып 3-те береді бізде. Яғни демек 2 көбейтілген 5 4 дәрежелі түбір астында 5 қалады. Қосылған түбір астында 5. Бөлшектің алымын дәл солай жазып қойсақ. Мұнда екеуі қысқарады. Тең қалады, 3-тен 1 қалады. Келесі есеп 9-ші есепте, яғни 3 дәрежелі түбір астында 5 азайтылған 3 дәрежелі түбір астында 9 көбейтілген, жақшаны ашатын болсақ 32 азайтылған 2 түбір астында 32 дегеніміз 2-нің 5 дәрежесіне тең, көбейтілген 8 дегеніміз 2-нің 3 дәрежесіне тең. Азайтылған, қосылған 8 береді. Бөлшектің бөлімінде түбір астында 40 дәрежесі және түбір астында 72 дегеніміз қалай болады бізде? 3 дәрежелі 40 дегенді 8 көбейтіліп 5 деп алсақ, 3 дәрежелі. Яғни 2 түбір астында 5 тең. 72 дегенді түбір астында 9 көбейтіп 8 деп алсақ, 8 дегеніміз 2-нің кубы, 2 түбір астында 3 дәрежелі 9 болады. 3 дәрежелі 5. Демек, сол арқылы 2-ні жақсан сыртына шығарып жіберетін болсақ, 3 дәрежелі түбір астында 5 азайтылған 3 дәрежелі түбір астында 9. Бізде мына екеуі қысқарады. Мына бөлшекті 32 мен 8 қосатын болсақ, 40 азайтылған 2 көбейтілген 2-нің 5 дәрежесі көбейтілген 2-нің 3 дәрежесі деген 2-нің 8 дәрежесін береді. Қосылады дәрежелер. Негіздер бірдей болғандықтан арасында, яғни 2-нің 4 дәрежесі қалады. 2-нің 4 дәрежесі бөлімінде 2. Бұл дегеніміз 2-нің көбейту 2-нің 4 дәрежесі дегеніміз 32-ні береді. Ол дегеніміз 8 бөлінген 2 тең болады 4. 40-тан азайтамыз, яғни мұнда 32-ні. Келесі есеп 13-ші есеп. Түбір астында 72-ні қалай аламыз біз? Яғни 36 көбейту 2 деп алсақ, 6 түбір астында 2 деп жазуға болады. Себебі 36-тан 6 шығып кетеді. Түбір астында 3 азайтылған түбір астында 2. Бөлшектің бөлімінде 3
көбейтілген 2 деп алсақ, мұнда 16-тан 4 шығарып, демек осы жерден 2-ні шығарып жібердік жақсан сыртына. Түбір астында 6 азайтылған 2. 3 дәрежелі түбір астында 64 дегеніміз нені береді бізде? Түбір астында 64-ті біз 4-тің кубы деп алсақ. Демек 4 шығады. Яғни 4 қосылған 1-ді беріп тұр. Яғни 3 дәрежелі түбір астында 64 дегеніміз 4-ке тең болды. Демек одан ары қарай шығаратын болсақ, мұнда түбір астында 2-ні шығарып жіберсек, жақшаның сыртына қалай болады? 3 пен 2-ні көбейтсек 6, көбейтілген 4 пен 1-ді қоссақ 5, және түбір астында 2-ні шығарып жібердім жақшаның сыртына. Сонда түбір астында 3, азайтылған түбір астында 2-ні береді. Бөлшектің алымында 6 түбір астында 2, түбір астында 3, азайтылған түбір астында 2. Бөлшектер қысқарады. Түбір асты 2 мен түбір асты 6 тең болады, бізде 5-тен 1 қалды. Яғни 4,2. Келесі есеп. Он бірінші есепте бізде мұнда түбір асты 3-ті жақсан сыртына шығарып жіберетін болсақ, түбір астында 2 қосылған 1-ді береді. Азайтылған 1-ді шығарып жіберсек, мұнда түбір астында 2 қосылған 1-ді береді. 1-ді жақсан сырт. Мұнда түбір астында 2-ні шығарып жіберсем, түбір астында 3 қосылған азайтылған 1-ді береді. Яғни мұнда 2 бөлшек арқылы шығардым. Түбір астында 2-ні шығардым. Осы 2 арқылы. Түбір астында 2-ні шығарсам, түбір астында 3 азайтылған 1-ді береді. Енді мына өрнек арқылы 2-ні шығарып жіберсем, түбір астында 3 азайтылған 1-ді береді. Демек, түбір астында 3 азайтылған 1-ді жақсан сыртына шығарып жіберетін болсам, не қалады? Түбір астында 2 қосылған 2 қалады. Бөлшектің алымында түбір астында 2 қосылған 1-ді жақсан сыртына шығарып жіберсек, түбір астында 3 азайтылған 1 қалады. Мұнда 2 бөлшек қысқарады. Демек, қалады тең болады бізде. Түбір астында 2 қосылған 1, түбір астында 2 қосылған 1. Енді бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылатын болсақ, соны түйіндесіне көбейтеміз. Яғни минус таңбасы бойынша алымын және бөлімін. Сонда шығады бізде. Мұнда көбейтсек 2 азайтылған 4. Мұнда көбейтетін болсақ, ашып көрейік. Түбір асты 2 мен 2-ні көбейтсек 2 болады. Азайтылған 2 түбір астында 2 қосылған түбір асты 2 минус 2 тең болады. 2 мен 2 қысқарады. Минус түбір асты 2 бөлінген 2 минус 2. Ол дегеніміз бізде түбір асты 2 бөлінген 2-ні береді. Демек, есептің жауабы осы. Келесі есеп. Он екінші есепте бізде бөлшектерді жіктейтін болсақ, яғни түбір астында 5, азайтылған түбір астында 11. Мұнда яғни 2 бөлшек жіктейтін болсақ, 33 пен 22-ні, 15 пен түбір асты 10-ды. Бұл түбір асты 33 дегенді қалай алсақ болады? Түбір астында 11 көбейту 3 деп алсақ. Түбір асты 22-ні, түбір астында 11 көбейту 2 деп алсақ.
турасын 11 жақсының сыртына шығарып жіберейік. Турасы 3 азайтылған, турасында 2 қалады. Енді 15 пен 10 арқылы жіктейтін болсақ, турасы 15-ті қалай алсақ болады? Бізде 5 көбейтілген 3 деп алсақ. Содан турасында 5-ті шығарып жіберсем, турасы 3 азайтылған, турасы 2 қалады. Бөлшектің бөлім турасында 75 дегеніміз 5, турасында 5 деген. Себебі 25 көбейту 5, 25-тен 5 шығып кетеді, 5 турасы 5 азайтылған. 50 дегеніміз 5 турасында 2-ні береді. 50 деген 25 көбейту 2, яғни 25-тен 5 шықты. Енді 5-ті жақсының сыртына шығарып жіберейік. Яғни турасында 5 азайтылған, турасында 2. Бөлшектің алымы турасында 5 азайтылған, турасында 11. Және мұнда турасы 3 бөлінген, турасы 3 минус 2-ні жақсының сыртына шығарып десек. Және турасында 11 қосылған, турасында 5 қалады. Демек, бізде шығатын қорытынды мұнда кешіресіздер, турасында 3 болады. Себебі 3 көбейту 25 қой. 3 көбейту 25. Сонда қысқарады бізде 2 бөлшек қалады. 2 қалса, А плюс па, А минус пен беріп отыр. Яғни, ол дегеніміз 5 азайтылған 11 бөлінген 5 тең болады минус 1/2-ге. 5-тен 11-ді азайтсақ 6, 6 бөлінген 5 1/2-ге тең. Келесі есеп. 13-ші есеп. Яғни А плюс Б-ның квадраты бойынша ашатын болсақ, турасында 9-ның квадраты, 3 дәрежелі турасында 9-ның квадраты қосылған 2 көбейту 3 дәрежелі турасында 9 көбейту турасында 3 қосылған 3. Бөлшектің бөлімінде 3 дәрежелі турасында 3 қосылған 2 көбейтілген 3 дәрежелі турасында 6 қосылған 1. Мұнда яғни мына бөлек ақшадындайтын болсақ, қалай болады? Яғни 3-тен 2 дәрежесі көбейтілген 3-тен 2-ден 1 дәрежесі. Бұл яғни қосылады дәрежелер. 3-тен 2 қосылған 2-ден 1. Ортақ бөлім 3 пен 2-ден берсек 6 болды. Тең болады 6-дан 2 мен 2-ні көбейтсек 4, 1 мен 3-ті көбейтсек 3. 3 мен 4-ті қоссақ 7. Демек 3-тің 6-дан 7 дәрежесі болды. Ол дегеніміз яғни турасында 3-тің 7 дәрежесінде 6. Демек, бізде не шығады? Ақшамды жазатын болсақ, 3 турасында 6 дәрежелі турасында 3. Осыны жазып осылай шығады. Демек, осылай жазуға болады. Енді турасында 3 дәрежелі турасында 9-ның квадратын ашатын болсақ, ол 81-ге тең. Ол дегенім 3 дәрежелі турасында 27 көбейтілген 3-ті береді. Ол 3 турасында 3. Дәл осылай жазатын болсақ, 3 турасында 3 дәрежелі турасында 3 қосылған 2 көбейту 3 6 дәрежелі турасында 3 қосылған 3. Бөлшектің бөлімін сол күйінше жазып қойсақ,
бөлшектің алымында 3-ті жақсының сыртына шығарып жіберейік. Қосылған 2 3-тің дәрежесінде қосылған 1. Екі бөлшек қысқарады, тең қалады 3. Есептің жауабы шықты. Келесі есеп 14 пен 15 есеп ұқсас есептер. 15 есепті өздеріне шығарып көресіздер. Мен 14 есеп көрсетіп жүрейін. 14 есеп бізде қалай болады? 25-ті, яғни бөлшек дәреже түрінде жазсақ, 25-тің k дәрежесі көбейтілген 25-ті береді. 25-тің k плюс 1 дәрежесі, 25-тің k дәрежесі көбейтіліп 25 азайтылған 25-тің k дәрежесі. Бөлшектің бөлімді, яғни квадрат бойынша ашатын болсақ, 5-тің, яғни 2k дәрежесі квадраты деген секілді ғой. Қосылған 2 көбейтілген 5-тің k дәрежесі көбейтілген 5-тің k минус 1 дәрежесі. Қосылған 5-тің 2k минус 2. Яғни k минус 1-ге 2-ні көбейттік. Одан шығатын қорытынды бөлшектің алымында 5-тің 2k дәрежесін жақсының сыртына шығарып жіберсек, 25 азайтылған 1 қалады. Яғни мынау дегеніміз 25-тің k дәрежесі дегеніміз 5-тің 2k дәрежесін береді. Себебі квадрат қайтадан 25 k-ны береді. Бөлшектің бөлімінде де 5-тің 2k дәрежесін жақсының сыртына шығарып жіберсем, 1 қосылған. Мұнда 2 көбейтілген 5-тің 2k дәрежесі болады. Яғни мұна 2-ні көбейтетін болсақ, 5-тің 2k азайтылған 1-ді береді. Ол дегеніміз, яғни 5-тің 2k көбейту 5-тен 1. Демек, 5-тің 2k дәрежесі шықса, 5-тен 1 қалады. Қосылған минус 2 дәрежесі дегеніміз 25-тен 1. Енді 5-тің 2k дәрежелер қысқарды. Тең болады бізде 25-тен 1-ді азайтсақ 24. Мұнда ортақ бөлім берсек 5-тен, мұнда 25-тен берсек, ортақ бөлімі 25-ті. 25-ті 1-ге көбейтсек 25, 5-ті 2-ге көбейтсек 10, қосылған 1. Тең болады 24 бөлінген 25-тен 36. Ол деген 24 көбейту 25-тен 36-ға тең. 6-ға қысқартсақ 4, мұнда 6 болады. Тең болады бізде, яғни 4 пен 6-ны тағы қысқартсақ 2, мұнда 3 қалады. Демек, 50 бөлінген 3-ке тең болды. 50 бөлінген 3. 50 бөлінген 3 дегеніміз бізде 16,3-тен 2-ге тең. Есептің жауабы шықты. Демек, 16,3-тен 2. 15-ші есепті үйге аласыздар. Дәл солай. Яғни квадрат арқылы ашасыздар. Қысқаратындары қысқарады. Жауап шығады. Осы тағы да видеолар алдағы уақытта салып отыратын боламыз. Каналға подписать етіп, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, қандай есептер шығару қажет. Сол есепті талқылайтын боламыз. Сау болыңыздар.